Қайырлы күн қымбатты көрермен, облыстың басты арнасында жан мен тәннің саулығына арналған желіде 103 бағдарламасы өз эфирін тікелей эфирде бастайды. Эфир тізгенде мен Нұрила Ахина. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз құлақ, тамақ және мұрын ауруларына арналмақ. Тақырып төңірегінде айтар ойларыңыз бен сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне яки болмаса байланыс әлеуметтік желілерге хабарлассаңыздар болады. Біз міндетті түрде ақпараттарыңызды жеткізіп, мамандардан тұшымды пікір аламыз. Қымбатты көрермен, ендеше бүгінгі біздің тақырып төңірегінде айтар ойы және де сіздерге маңызды ақпарат беретін дәрігерлерімізбен таныса өтейік. Сарқыт Қожантаева, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің офтальмология кафедрасының жетекшісі, және де Ғани Жамал Оралбай, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің офтальмология кафедрасының ассистенті. Қош келдіңіздер. Сұхбатқа келісім бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Әуелі бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қазіргі таңда әлемдік рейтингке, статистикаға сүйенетін болсақ, жұмысқа қабілетсіздіктің төмендеуі осы құлақ пен мұрын ауруларынан басталады екен. Ендеше бүгінгі эфир тақырыбында көрерменге пайдалы болады деген ойдамыз. Ендеше әуелгі сауалды, құлақ ауруы дегеніміз не? Құлақ ауруының клиникалық белгілері қандай? Сарқыт ханым. Біздер Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті оториноларингология, офтальмология кафедрасынан келіп отырмыз. Құлақ ауруларына тоқталатын болсақ, негізі сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ және ішкі құлақ болып бөлінеді. Сыртқы құлақ аурулары ол өз алдына бөлек, ортаңғы құлақ аурулары және ішкі құлақ аурулары. Барлық құлақ аурулары да жиі кездеседі. Мейлі ол сыртқы болсын, мейлі ортаңғы болсын, мейлі ішкі болсын. Сыртқы құлақ ауруларынан жиі кездесетін ол құлақ шиқаны, құлақтың сыртқы есту жолының құлығы, сосын әртүрлі аллергиялық дерматиттер кездесуі мүмкін. Сосын жарақаттар өте көп кездеседі. Кішкентай балаларда сыртқы есту жолының бөгде денесі өте көп жиі кездеседі. Егер де жеке-жеке әрқайсысына тоқталатын болсақ, онда сыртқы құлақ есту жолының шиқаны жиі кездеседі. Ол қай қабырғада орналасады, сыртқы есту жолының қай қабырғасында орналасады, соған байланысты әртүрлі симптоматика көрсетеді. Но бірақ ең бірінші симптомдары ол дене температурасының көтерілуі және құлақта ауырсынудың болуы. Міндетті түрде науқас дәрігерге көріну керек, лор дәрігеріне көріну керек. Себебі шиқан екі сатыда жүреді. Абсцестенген саты және инфильтратты сатысы. Сол қай сатыда екенін дәрігер анықтап болғаннан кейін барып ем тағайындайды. Ал енді құлаққа келетін болсақ, құлақ ол барлық адамдарда да болады. Бірақ дегенмен де кейде ыңғайсыздық тудырады, кейде құлақтың өзі де жаңағы ауырсыну тудырады. Ол қандай жағдайларда, егерде сыртқы есту жолының туа біткен деформациясы пайда болса, сол кезде құлақтар олар әртүрлі түсті болады, қара түсті болуы мүмкін, сары түсті болуы мүмкін. Сосын құлақ шомылғаннан кейін кезде, құлаққа су еніп кеткен кезде құлақ ісініп, ауырсыну тудырады. Ондай жағдайда да үй жағдайында алғаннан көрі дәрігерге көрінген жақсы, себебі дәрігер сыртқы есту жолының анатомиялық ерекшелігін ескере отырып құлақты жуып алып тастайды, немесе басқа жаңағы инструмент құрал саймандардың көмегімен алады. Енді басқа ауруларына келетін болсақ, ортаңғы құлақтың ауруына келетін болсақ, өте жиі кездесетін ол мезотимпанит және эпитимпанит. Мезотимпанит деп отырғанымыз ол эпитимпанитте ол ортаңғы құлақтың қабынуы. Ортаңғы құлақтың қабынуы, бұлар екеуі де созылмалы ауруға жатады. Соның ішінде қолайлы түрде өтетіні ол мезотимпанит, қолайсыз түрде өтетіні ол эпитимпанит. Неге қолайсыз деп айтамыз? Себебі ол атогенді құлақ шілік, атогенді жаңағы бас шілік асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да ол қолайсыз.
Симптомдарына келетін болсақ, ол ырыңның ағуы құлақтан, сосын естудің нашарлауы және құлақтың шуылдың пайда болуы. Бұл жағдайда науқастар міндетті түрде дәрігерге көріну керек. Себебі осы мезотимпанит па, әлде эпитимпанит па, сол екеуін ажырату керек және диагностика жүргізу керек. Ол КМКТ, то есть компьютерная томография болуы мүмкін құлақтың, ортаңғы құлақтың, жалпы самай сүйегінің. Соған қарап отырып, біздер ажыратамыз, отоскопия жасаймыз, отомикроскопия жасаймыз. Диагностика жасай отырып, ортаңғы құлақтың созылмалы қабынуының қай түрі екендігін біздер ажыратамыз. Бірақ осы мезотимпанитке және эпитимпанитке алып келетін ол жедел ортаңғы құлақтың жедел ауруы. Ортаңғы құлақтың жедел ауруы ол өте жиі кездеседі. Неліктен? Себебі ортаңғы құлақтың жедел ауруы ол жоғарғы тыныс жолдарының ауруымен байланысты. Жоғарғы тыныс жолдары және жұтқыншақта орналасқан таңдай бадамша бездерінің қабынуымен байланысты. Ортаңғы құлақтың жедел қабынуы бұл 3 сатыда жүреді. Бірінші сатысы ол катаральды саты, екінші сатысы іріңді сатысы, содан кейін барып жазылу сатысы. Осы катаральды және іріңді сатысы кезінде науқастарда қатты ауырсыну пайда болады, дене температурасының көтерілуі болады, тамаққа тәбеті болмай қалады, науқастың түнгі ұйқысы бұзылады, науқас үнемі жатқысы келіп тұрады, немесе қай құлағы ауырады, сол жаққа қаратай басын қисайтып ұстайды. Мейлі ол үлкен бала болсын, мейлі ол кішкентай бала болсын. Осы кезде егерде науқас дәрігерге қаралатын болса, дәрігер диагностика жүргізу арқылы, отоскопия, отомикроскопия жасау арқылы қандай сатыда тұр, соны анықтайды. Ол катаральды саты ма, немесе іріңді саты ма. Сатыға байланысты ем тағайындалады. Ем тағайындалады. Міндетті түрде науқастар лор дәрігеріне көріну керек, себебі осы құлақ аурулары, жаңа мен айттым, атогенді бас ішілік асқынуларға алып келуі мүмкін. Себебі құлақ ол бастың ішінде орналасқандықтан, бас миына өте жақын орналасқандықтан, осындай асқынулар алып келеді. Жалғастыра беріңіз. Тағы да айта кететін ол ішкі құлақ аурулары. Ішкі құлақ ауруларына көбінесе өте жиі кездесетін ол кохлеарлы неврит дейміз біздер. Ол жаңағы есту анализаторының зақымдануымен байланысты. Осы жаңағы жедел ортаңғы құлақтың ауруы, созылмалы ортаңғы құлақтың аурулары осы кохлеарлы невритке алып келеді. То есть есту анализаторының зақымданып, бұзылысына. Сол жерде орналасқан сезімтал нейроэпителиалды клеткалардың зақымданып, науқастың естуінің төмендеуіне алып келеді. Осындай қабыну процестері, мейлі ол жедел болсын, мейлі ол созылмалы болсын, осындай қабыну процестері науқастардың, егер ол жұмыс жасайтын болса, жұмысына кедергі келтіреді. То есть ол естуі нашар болғандықтан қарым-қатынасы нашарлайды. Егер ол кішкентай тілі шықпаған сәби болатын болса, онда сәби естімегендіктен оның сөйлеуі арғаратай жаңағы нашарлайды. Немесе сәби тіпті сөйлемей қалуы мүмкін, себебі құлағы естімейді. Немесе жартылай жаңағы тілі дұрыс шықпауы мүмкін. Сөздерді дұрыс айтпауы мүмкін. Осындай жаңағы социалды проблемалар тудырады құлақ аурулары. Құлақ ауруы, жаңа өзіңіз айтып өткендей, бас ми ішінде орналасқандықтан, көбінесе көп ауруға да негіз болып кетуі мүмкін. Енді осы тұста құлақ ауруының неден туындайды? Мысалға, жаз айлында есептемеген күніңізде қыста салқын тигеннен деп жатамыз, күзде жеңіл жүргеннен деп жатамыз. Осы тұста Ғайнижамал Оралбаева, өзіңіз пікір қоса өтсеңіз. Яғни бізде құлақ ауруларының негізгі оларға алып келетін себептері көбінесе осы жоғарғы тыныс жолдарының вирустық инфекциялар болып есептелінеді.
Бұл яғни инфекциялар бізде жаңа ауа тамшылы жолмен адамдардан жұқтыруы мүмкін. Және де көбінесе құлақ ауруларына бізде құлақ пен мұрын бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан, яғни есту түтік арқылы екеуі байланысады. Сол кезде мұрын қуысында әртүрлі риниттер, жаңа бактериялардың, вирустардың әсерімен, саңырауқұлақтардың әсерімен туындаған риниттерден бізде құлаққа қарай жаңағы ауаның өткізгіштігі төмендейді. Сол себепті бұларға ең бірінші себебі осы жедел респираторлы вирустық инфекциялар болып есептелінеді. Және де ол салқын тию деп айтып жатсыз. Ол салқын тию бізде жаңағы соны өршітетін факторлардың бірі болып есептелінеді, яғни осы вирустық инфекциялардың. Және сонымен қатар екінші себебі ол бізде аллергиялық реакциялар. Яғни аллергиялық реакциялар бізде жаңа әртүрлі шаң тозаңдарға, химикаттарға, мысалы тұрмыстық жағдайда қолданылатын әртүрлі жаңағы өнімдердің жаңа ішіндегі заттарға болуы мүмкін аллергиялық реакциялар. Және де көктем айларында, жаз айларында мысалға гүлдердің шаң тозаңдарына аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Яғни аллергиялық реакциялар өздеріңіз білесіздер, яғни мұрынның бітелуімен, мұрыннан жаңағы түссіз жаңа шырышты бөліністердің бөлінуімен, және де иіс сезудің төмендеуімен, жас ағуымен сондай белгілермен белгілі болады. Және де осы тыныс жолдарындағы ісінулер және бізде құлақтың да патологиясын алып келуі мүмкін. Және де тағы басқа да себептер бізде құлақ, мұрын ауруларын алып келетін, ол жаңағы аллергиялық реакциялардан басқа әртүрлі иммунитеттің төмендеу жағдайлары мүмкін организмдегі, яғни авитаминоздар, яғни витаминдердің жетіспеушілігі, және де науқастардың немесе қалыпты адамдардың дұрыс тамақтанбауы деген сияқты. Сол себептерден организм әлсірейтін кез келген вирусты, бактерияны өзіне қабылдап алып, және де ең бірінші олар жаңағы мұрынның бітелуімен, түшкіруімен, құлақ ауруымен, жөтелуімен деген сияқты белгілермен белгі беретін болып есептеледі. Жалғастыра беріңіз. Жалпы енді бізде құлақ ауруларын негізі туа бітті деп айтып жатамыз, құлақ аурулары туа бітті. Бұл кезде ананың жүктілік кезінде дұрыс дайындалмауы яки болмаса қандай да бір қарсы препараттарды пайдалануынан бола ма, әлде бұл организмдегі өзінің жетіспеушіліктен бе? Сарқыт ханым? Құлақ мүкістігі, естудің нашарлауы туа біткенде болуы мүмкін. Ол генетикалық мәселеге байланысты. Яғни ДНК құрамындағы өзгерістерге байланысты. Өзгерістерге байланысты сәбилер туа есту қабілетінің нашарлауымен немесе ешқандай ести алмайды, сонда жағдайда туы мүмкін. Бұл енді басталып, зерттеу енді басталып, осы Қазақстанда енді басалып келе жатқан проблемалардың бірі, енді ғана шешуін табатын. Ол жөнінде біздер зерттеулер жүргіземіз. Себебі тексерулерге қараған кезде перинатальды больницада, әйелдер босанатын бөлімде бала туғаннан кейін бірден құлақ ести ма, естімей ма, соны тексереді. Әдейі арнайы аппарат арқылы. Сол аппаратты тексеру барысында егер де баланың естуі нашар болатын болса, ол бірден ол бала есепке алынады. Есепке алынады да сурдологтың қарамағында болады. Сурдологтар ары қаратай сәби жасы келген уақытта, то есть 1 жастан асқаннан кейін, 2-ге толғаннан кейін операция ұсынады, кохлеарная имплантация. И бала мүлдем естімеген жағдайда кохлеарная имплантация жүргізіледі. 1 құлаққа немесе 2 құлаққа. Но осындай жаңағы естімеудің болмай қалуы үлкендерде де кездеседі. Жаңағыдай ортаңғы құлақтың созылмалы ауруларының өздері алып келуі мүмкін осындай мүлдем естімеушілікке. То есть біздер естімеушіліктің дәрежелерін бөлеміз. 1-ші дәрежесі бар, 2-ші, 3-ші, 4-ші дәрежесі бар. Ең 4-ші дәрежесі ол кереңдік. Кереңдік, яғни дым естімей қалмау. Яғни науқас бұрындары сөйлеп жүреді, сөйлей алады, сөйлеу қабілеті бар.
ал бірақ құлақ естімейді. Ондай науқастар бізде Ақтөбеде болды. Біздер кохлеарный имплантация жасадық. Яғни кохлеарный имплантация деп отырғанымыз не? Электродты ішкі құлақтағы ұлуға енгізіп, соның ішіндегі сезімтал нейроэпителиалды клеткаларды тітіркендіру жасанды түрде. Сол кезде науқас сырттағы тітіркендіргіштерді, яғни дыбыстарды естиді, ажырата біледі, и сонымен жауап қайтара алады. Түсінікті. Енді құлақтың естімей қалу туа біттіден бөлек жүре келе пайда болады, иә? Жүре келе де пайда болады. Жүре келе пайда болғанда қазіргі таңдағы технологиялардың әсері қаншалықты? Мысалға, құлақ қаптардың құлаққа салып күндіз-түні соны нәрсені тыңдау, музыка, қандай да бір болсын, әлеуметтік желілерде ақпаратты алмастыруда құлақ қапсыз өмір сүре алмайтын дәрежеге жеттік. Бұл құлақ қаптың әсері қаншалықты құлақ естімей қалуында? Негізінде сіздің айтып тұрғаныңыз дұрыс. Біздерде мынандай естімеушіліктің мынандай түрі бар. Профессиональная тугоухость дейді. Яғни кәсіби естімеушілік. Кәсіби естімеушілікке нелер жатады? Егер де науқас шулы жерде жұмыс жасайтын болса, ол шулы завод болуы мүмкін, шулы фабрика болуы мүмкін, немесе тағы да басқа шулы жер болуы мүмкін. Сол жерде 5 жылға дейін жұмыс жасайтын болса, онда науқастың естуі төмендей бастайды. Ол дәлелденген нәрсе, естуі төмендей бастайды. Ал енді жаңа сіз айтып тұрған жастардың қазір құлаққа киетін құлаққап, сосын музыканы дауысын қатты шығарып қойып музыка тыңдау, немесе шулы жерде постоянно болу, үнемі болу, сол әрине құлаққа зиянды. Құлақтың естуіне зиянды. Ол бірден алып келмегенмен, кейіннен барып, бірнеше жылдар өткеннен кейін, мүмкін 10 жылдан кейін, ол әлі дұрыс зерттелген жоқ бұл. Себебі жаңағы әркім әртүрлі децибелді қабылдайды нелерді, құлаққа шуылды. Сондықтан да ең бірінші бірден жаңағы құлаққап киген уақытта шулы жерде шулы музыканы қатты қойып естіген уақытта науқаста бірден құлағының естімеуі болмайды. Ең бірінші оның жүрек қан тамырында өзгерістер болады. Жүрек қан тамырында өзгерістер болады, сосын нерв жүйесінде өзгерістер болады. Осы жүрек қан тамырындағы өзгерістер, нерв жүйесіндегі өзгерістер содан кейін барып олар естудің төмендеуіне алып келеді. Түсінікті. Қазіргі таңда енді құлақ ауруларын айтып жатырмыз. Бөле аламыз ба? Мысалға, балалар мен ересектер арасында қанша пайыздан ауру көбірек кездеседі? Мысалға, балалар көбірек ауырады ма, әлде ересектер көбірек ауырады ма? Балаларда көп ауырады, ересектерде көп ауырады. Біздің кафедраның, оториноларингология, офтальмология кафедрасының 3 базасы бар. Ол медициналық орталық, біздің Батыс Қазақстан медицина университетінің медициналық орталығы, содан кейін Ақтөбе медициналық орталығы және многопрофильная детская областная больница дейді, ол көп салалы облыстық балалар больницасы. Соның ішінде орналасқан біздің базалар. Біздер барлық 3 базада да қарап жүреміз. Сол кезде ересектерден көрі кішкентай балдар көп құлақ ауруымен көп келеді. Себебі олар көп жаңағыдай көп ауырады. Бұрынғы жоғарғы тыныс жолдары, оларда көп жиі ауырады олар. Жоғарғы тыныс жолдарының жиі ауруы, ол құлақтың ауруына алып келеді. Жаңағы балалар ауруханасында, емханасында күнделікті 10-15 балаға дейін келеді құлақ ауруымен. Түсінікті. Яғни статистика күн өскен сайын, күн өткен сайын өршіп келе жатыр. Кішкентай балдар өте көп ауырады.
Құлақ пен мұрынды біз біте қайнастырып қарастырып жатырмыз. Ендеше дәрігер ханымдар, осы тұста гайморит ауруында бар екен, естен шығармаған жөн секілді. Қымбатты көрермен, гайморит ауруы дегеніміз не? Бұл қандай ауру, организмнің қай тұсында өрбиді? Осы турасында әріптесім дайындаған бейнесюжетке назар аударайық. Гайморит мұрынның екі жағында орналасқан гаймор қуысының қабынуы. Бұл ауру әсіресе күз-қыс айларында тұмаудың асқынуынан дамиды. Оның белгілері бас ауру, мұрынмен дем алу қиындап, одан қою сұйықтық ағады. Қысқаша айтқанда, ауру асқынып кетіп, дене қызуы жоғарыласа, онда гаймор қуысын рентгенге түсіру керек. Егер сырқаттың жағдайы жақсы болып, жоғарыдағы ауру белгілері болмаса, онда қарапайым жолмен жуып, дәрі жіберіп емдесе, ол жазылып кетеді. Бұл әдіс кукушка деп аталады. Сонымен қатар физиотерапевтикалық ем қабылдаса, ауру тез айығады. Тұмаудың асқынуы немесе тіске құрт түсудің салдары гайморитке әкеп соғады. Иіс сезу қабілетін жойып, ұйқыны бұзатын, дене қызуын көтеріп, адамды әлсірететін гайморит ауруы. Сонымен қатар бактериялар мен вирустарда гаймориттің дамуына жол ашады. Олар алдымен мұрын арқылы ішке еніп, қанға араласады. Содан соң мұрын сырты ісініп, қызара бастайды. Одан кейін ағза әлсіреп, иммундық жүйе вирустармен күресе алмайды. Иммунитеттің төмендеуінен көптеген созылмалы аурулар пайда болады. Гайморитті дер кезінде емдемесе, ірің миға шауып, менингит ауруына ұласуы мүмкін. Гаймориттің белгілері алдымен науқастың мұрны бітіп, дем алуы қиындайды. Мұрын тұсы жағымсыз күйде болып ауырады. Көп жағдайда мұрын қуысынан шырышты, түссіз немесе ірің секілді сұйықтық зат бөлінеді. Сырқаттың халі нашарлап, шаршайды, тамаққа тәбеті болмай, ұйқысы бұзылады. Дене қызуы 38 градусқа дейін көтеріледі. Бұл белгілер гаймориттің жедел түріне тән. Ал гаймориттің созылмалы түрінде дене қызуы онша көтерілмейді. Мұндағы белгілер науқастың көзі жасаурап, иіс сезу қабілеті төмендейді. Ауру адам қалтырап, тоңып немесе дене қызуы көтеріліп, беті ісінеді, көзі басы ауырып әлсірейді. Ақниет Ерболатқызы, арнайы желіде 103 үшін. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, облыстың басты арнасында желіде 103 бағдарламасы. Біз өз эфирімізде әрмен қарай тікелей эфирді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің эфир тақырыбы құлақ, мұрын, тамақ ауруларына арналып жатыр. Арнайы мамандарымыз сіздерге пайдалы кеңестерімен, ақпараттармен бөлісу үстінде. Бейнесюжеттен қарағанымыздай көргенімізде гайморит ауруы мұрыннан басталатын, одан кейін құлаққа басқа қарай жалғасатын аурудың бір түрі. Дегенмен де жаңа біз құлақ ауруы туралы эфирімізді жалпы әр әңгімемізді нүктесін қойып өтейік. Жалпы құлақты қалай тазарту қажет? Гигиенасын тоқталайықшы, себебі қазіргі таңда біз құлақ тазартатын құрылғылардың жөнді, дұрыс пайдаланбай жүрміз дегенде бір әлеуметтік желілерде, қоғамда бір пікір бар. Қалай тазарту қажет? Арнайы мамандарға бару керек пе деген сауал. Құлақты тазалаудың жолдары бар. Ол құлақтың ішін жуу, сумен жуу, арнайы раствормен жуу, ерітінділермен, стерильді ерітінділермен жуу. Сосын екінші жолы ол құрғақтай. Құрғақтай деген сөз, яғни арнайы жаңағы неге таяққа нені мақтаны орап, мақтамен құлақтың ішінде орналасқан іріңдерді шығарып тастау. Осы екі жолы бар. Бірақ науқас әрине жаңағы көп жылдар бойы ауырғаннан кейін ол уже әдетін алып алады, құлақты ол өзі тазалай алады. Егер де ол ересек болатын болса, ересек адам болатын болса, егер кішкентай бала болатын болса, онда мүмкіндігінше дәрігерге көрінген жақсы. Себебі кішкентай баланың сыртқы есту жолының өзінің анатомиялық ерекшелігі бар орналасуының. Үлкендерде де сондай, кішкентайда да сондай. Сондықтан да құлақты жарақаттап алмас үшін мүмкіндігінше дәрігерге көрінген жақсы. Түсінікті. Осы тұстағы Жамал ханым, көбінесе қазіргі таңда құлақты тазалайтын таяқшаларды пайдалану арқылы біз құлақтың ішіндегі лас, сонымен қатар бактерияларды құлақтың ішіне қарай ығыстырып жібереміз деген пікір бар. Қаншалықты орынды? Айтып жатамыз ғой енді, арнайы қазіргі таңда технологияның дамыған заманда магазин, дүкендерден сатып алып жатамыз сол дүниені. Яғни бұл пікірде біз келіспейміз. Яғни құлақ таяқшаларымен, тазалайтын таяқшалармен тазалау бұл құлақтың ішіндегі заттарды ары қарай итеріп жібереді деген сөз емес. Яғни бізде құлақта құлық деген болады. Яғни құлық деген бұл физиологиялық жағдайда
барлық адамдарда өндірілетін секрет. Яғни бұл бізде сыртқы есту жолының өзінің қалыпты микрофлорасын сақтау үшін, яғни қорғаныс қызметін атқару мақсатында бөлінеді. Яғни бұл секретті біз аптасына, егерде құлақты тазалайтын таяқшалармен аптасына 2-3 рет тазалағаннан, ондай біз өзімізге зиян келтірмейміз. Егерде сыртқы есту жолында осы именно бөлінетін секрет бізде құлақтығына қатып қалған болатын болса, жиналып қалған болатын болса, ол кезде таяқшалармен тазалау қауіпті болады. Өйткені біз бер жағында тұрған қатып тұрған затты ары қарай итеріп, дабыл жарғағына дейін итеріп ары қарай кіргізіп жіберуіміз мүмкін. Ал қалыпты жағдайда, егер адамдарда немесе науқастарда ешқандай құлақ жағынан шағым болмаса, мысалға бітелу сезімі немесе құлақта естіліп бір нәрсе тұратын болса, оны адам өзі сезеді, яғни дискомфорт болуы мүмкін. Егерде ондай сезімдер болмаса, құлақты тазалайтын таяқшалармен тазалай берген дұрыс. Яғни ол секрет бізде сұйық түрде болады. Яғни ол сұйық түрде болған кезде оны сүртіп алу өте жеңіл болады. Аптасына 2-3 рет тазалаған тиімді болып есептенеді. Яғни жиі күнделікті қайта тазалаудың өзі әдет болып кеткен адамдарда бар. Олай тазалаудың өзі бізде адамның өзіне зиян тигізуі мүмкін. Өйткені бізде егерде қорғаныс қызметін атқарады дедік қой, бұл секрет. Яғни бұл секретті біз шамадан тыс қайта тазалап тастай беретін болсақ, ол кезде құлақта өзінің қалыпты микрофлорасы бар, яғни біздің организмімізге пайдалы бактериялардың да жойылуына алып келуіміз мүмкін. Содан кейін уже пациенттерді құлақтың сыртқы отиті, сондай қабыну процестері дамуы мүмкін, егерде жиі тазалайтын болса. Түсінікті. Енді біз мұрын ауруларында тоқталып өтейік. Бейнесюжетте байқағанымыздай, гайморит ауруы қазір күз айларында дендейтіні белгілі. Гайморит ауру дегеніміз қандай ауру, организмнің қай тұсында өрбейді, және де көбінесе тістен басталады деген ұғым бар. Тісте, яғни құрт түсуінен пайда бола ма? Сарқыт ханым? Мұрын қуысының айналасында тек қана гаймор қуысы ғана емес, сонымен қатар басқа да қуыстар орналасқан. Олар этмоидальды қуыс. Ол көз бен мұрын қырының екеуінің ортасында орналасқан. Маңдай қуысы, ол мына қасымыздың орналасуына сәйкес келеді, алдыңғы жағы. Содан кейін гаймор қуысы, сіз айтқан, ол мына беттің орналасуына сәйкес келеді, алдыңғы жағы. Сосын сфеноидальды қуыс, ол іште орналасқан, яғни бас қуысының ішінде орналасқан. Осы қуыстардың бәрі де екі жақты, оң жақты және сол жақты. То есть олар жұп болып келеді. Біздер айтқандай, мұрын қуысы қабынған кезде инфекция осы реногенді жолмен осы қосалқы қуыстарға енуі мүмкін. Енген кезде гайморит пайда болуы мүмкін, немесе этмоидит, немесе фронтит, немесе сфеноидит пайда болуы мүмкін. Бірақ халық арасында ең жақсы танымалы ол гайморит, жақсы танымалы. Осы атап өтілген қуыстардың бәрі жедел қабынуы мүмкін және созылмалы қабынуы мүмкін. Жедел қабынған кезде жаңағы сюжетте көрсетілгендей, айтылғандай, температура көтеріледі, мұрын тынысы нашарлайды, иіс сезу төмендейді және мұрыннан кілегейлі және кілегейлі іріңді бөліністер пайда болады. Ол кезде біздер не істейміз? Міндетті түрде дәрігерге көріну керек. Дәрігерге келген уақытта дәрігер риноскопия жасайды, сосын рентгенография жасайды. Яғни мұрын қосалқы қуыстарының рентгенографиясы, немесе компьютерлік томография жасайды. Біз сол компьютерлік томография немесе рентгенографияның суретіне қарап отырып, қай қосалқы қуыстың қабынғандығын айта аламыз. Жедел жағдайда тағайындалатын дәрілер, олар сол қандай қоздырғыш тудырды, соған байланысты антибиотиктер тағайындалады, симптоматикалық емдер тағайындалады, бас ауырса басты ауыратынды басатын, сосын температурасы көтерілсе температураны түсіретін, сосын жергілікті емдер тағайындалады. Жергілікті емдер, олар мұрын қуысын жуу. Әртүрлі қазір неше түрлі спрейлер бар, солармен мұрын қуысын жууға болады. Сосын мұрынға тамыр тартқыш дәрілер тамызуға болады.
А енді созылмалыға келетін болсақ, созылмалы барлық қуыстар созылмалы түрде қабынуы мүмкін. Егер де науқас жиі ауыратын болса, әрине ол созылмалыға алып келеді. Созылмалыға алып келетін тек қана жаңағы гаймор қуысының төменгі қабырғасы жаңағы тістердің орналасуына сәйкес келеді. 5-ші, 6-шы. Осы тістердің қабынуы адонтогенді гайморитке алып келеді. Бұлар созылмалы қабынулар. Бірақ тек қана тістің қабынуы ғана алып келмейді. Сонымен қатар ауыз қуысында орналасқан жұтқыншақ бездерінің созылмалы тонзиллиті, ол да жаңағы мұрын қуысының қабынуын алып келуі мүмкін. Сосын кішкентай балдарда мұрын жұтқыншақта орналасқан мұрын жұтқыншақ безі, оны аденоидит дейді. Аденоидиттің де жедел қабыну түрі, созылмалы қабыну түрі бар. Оның да жиі қабынуы, ол да жаңағы этмоидит немесе басқа қосалқы қуыстарының қабынуына алып келеді. Яғни қандай да бір мұрын ауруының дамуы, оның алғашқы клиникалық белгісі дене қызуының көтерілуімен, одан кейін шырышты қалбырдың ағуымен, яки болмаса тыныс алудың қиындауымен көрінетін белгілер. Тыныстың бітелуі, мұрынның бітелуі аурудың негізі бола ма жалпы? Мұрным бітеліп қалды, тыныс алуым қиындап жатыр деген жиі естиміз. Тыныстың бітелуі, мұрным жаңағыдай мұрынмен тыныс алуым нашарлады деген, ол гаймориттің бір ғана белгісі. Гаймориттің белгілері көп. Егер де мұрны тынысы бітелетін болса, ол гайморит деген сөз емес, тағы да мұрын қуысының ринит деген ауру бар. Мұрын қуысының риниті дәл сондай жаңағы мұрынның бітелуімен жүреді. Немесе мұрын қуысында жаңағы өсінділер болуы мүмкін, мұрын қуысында полип сияқты. Олар да мұрын қуысының бітелуіне алып келеді. Аллергиялық процесс болуы мүмкін, яғни мұрын қуысындағы шырышты қабаттардың ісінуі. Ол да жаңағы неге алып келеді, осындай мұрынның бітелуіне алып келеді. Немесе созылмалы риниттер болуы мүмкін, ол да мұрынның бітелуіне алып келеді. Сондықтан да науқастар егер мұрны бітелге түссе, міндетті түрде лор дәрігеріне қаралу керек, лор дәрігері ажыратып береді. Бұл созылмалы ауру ма, жедел ауру ма, әлде бұл ринит па, ринит болатын болса, ол риниттің қандай түрі, әлде ол жаңағы синуситтер ма, синуситтер болатын болса, ол синуситтердің қандай түрі ажыратып береді. Түсінікті, жаңа балаларда ең жиі кездесетін ауру анидоидтарды айта өттік. Кейіннен тоқталып өтсек, қай жаста дейін дейді, мысалы 1 жастан бастап 3 жасқа дейін, 5 жас пен 7 жас аралығында деп жатамыз. Дәл осы аурудың клиникалық белгісі, симптомдары, диагностикасы қалай жүргізіледі? Біздің Ақтөбе облысымыз бойынша бұл аурудың емделіп жатқан, яки болмаса ем жүргізілген адамдар бар ма? Аденоид бізде яғни балаларда орналасқан, яғни мұрын жұтқыншақта орналасқан мұрын жұтқыншақ безінің қабынуы болып есептелінеді. Яғни бұл әсіресе балаларда 1 жас пен 3 жас аралығында өте жиі кездеседі. Өйткені осы жаста балаларда сол жаңа даму процесінің жоғарылауына байланысты. Және де бұл без бізде 7-8 жасқа дейін осы өсіп жетіледі. Одан кейін оның регенерациясы немесе кері дамуы деп айтуымызға болады. Бұл бездің кері дамуы жүреді. Яғни аденоидтың негізгі клиникалық белгілері бұл балаларда ең жиі болатын мұрынмен бітелуі, яғни мұрынмен тыныс алуының қиындауы, мұрыннан жаңағы шырышты бөліністердің бөлінуі, және де түнгі уақытта ұйықтап жатқан кезінде қорылдауы, яғни баланың көбінесе жаңа ата-аналардың шағымдары, яғни балам түнде ұйықтап жатқан кезде қорылдайды, мұрынмен тыныс алуы қиындады, және де жиі жаңағы тыныс алу жолдарының вирустық респираторлық ауруларымен жиі ауырады, мысалға айына 2-3 рет ауырады деп шағымданып келеді. Яғни бұндай балалардың барлығын біз жаңағы аденоидқа күдіктенетін болсақ, ары қарай яғни мұрын жұтқыншақты эндоскопиялық зерттеу әдісіне жібереміз. Яғни бізде аденоидтардың сатылары бар, өзінің 1-ші, 2-ші, 3-ші сатысы. Аденоидтың яғни бізде 1-ші, 2-ші сатысында балаларды консервативті түрде немесе кәдімгі дәрі-дәрмектермен мұрнына жаңа тамыр тарылтқыш спрейлер шашу арқылы, мұрын қуысын шаю арқылы жаңағы емдеуімізге болады. Ал 2-ші, 3-ші дәрежесінде уже бізде оперативті лечение, яғни хирургиялық ем қолданылады. Ол кезде бұл хирургиялық ем аденотомия деп аталынады, яғни мұрын жұтқыншақта орналасқан безді операциялық жолмен алып тастау жүргізіледі.
Яғни бұл аденоидтарды, яғни диагностикасын ерте жүргізу өте маңызды балалар үшін. Өйткені аденоид бізде мұрын жұтқыншақта орналасқандықтан жаңағы есту түтігінің сағасын жауып қалады. Сол себепті балаларда көбінесе жедел іріңді ортаңғы отиттердің жиі болуына себепші болуы мүмкін осы аденоидтар. Сол себепті ата-аналар егерде мысалы балаларында түнде қорылайтын болса, жиі вирустық инфекциялармен ауыратын болса, міндетті түрде лор дәрігеріне қаратқаны жөн болады. Өйткені ол келешекте мысалға құлағына іріңді бөліністер ағатын болса, уже балалардың есту қабілетінің төмендеуіне және сонымен қатар өзінің қатарынан қалыс қалуына да алып келуі мүмкін. Түсінікті, Айнжамал ханым. Жаңа менің әріптесім осы аденоидтың гипертрофиясы туралы айтты. То есть мұрын жұтқыншақта орналасқан мұрын жұтқыншақ безінің гипертрофиясы. Бірақ бұдан бөлек бұның қабынуы бар, жедел қабыну және созылмалы қабыну, іріңді қабынуы. Созылмалы іріңді қабыну кішкентай балдарда үнемі жаңағы мұрынның алдыңғы жағынан ірің ақпайды, ал ол ірің жаңағы ауыз қуысы арқылы төмен қаратай, төменгі тыныс жолдарына қаратай түседі. Ол баланың үнемі жөтелісіне алып келеді. Іріңнің төмен қаратай, яғни кішкентай бала 2 жасар, 3 жасар, 4 жасар бала әлі қақырып тастай алмайды. Аузы арқылы қақырықты тастай алмайды. Ал мұрыннан шығарайын десе, ол мұрын жұтқыншақта орналасқан. Мұрын арқылы ол шықпайды. Ол ірің төмен қаратай, төменгі тыныс жолдарын тітіркендіріп, яғни төмен қаратай трахеяға түседі, кеңірдекке түседі, кеңірдектен ары қаратай бронх арқылы жаңағы бронхыға дейін жетеді. Яғни педиатрлар ойлауы мүмкін, ол трахеит, ол бронхит деп ойлауы мүмкін. Осы жағдайда, көп жағдайда педиатрлар шатасып антибиотиктер тағайындайды. Антибиотиктердің, яғни бала жөтеле бергендіктен мамасы педиатрға алып барады, сосын педиатрлар антибиотиктер тағайындайды, жөтеле бергендіктен. Бірақ ол дұрыс емес. Негізі педиатр міндетті түрде лор дәрігерінің кеңесін алу керек. Бұл науқасты, жаңа менің әріптесім айтқандай, эндоскопиялық зерттеу жүргізу керек. Мұрын қуысы арқылы эндоскопиялық зерттеу жасап, мұрын жұтқыншақты қарап, ол қабынып жатыр ма? Егер ол қабынса, ол жерде іріңді қабыну ма, соны анықтау керек. Егер де іріңді қабыну бар болатын болса, ол кезде оперативті ем жүргізілмейді, ол кезде жергілікті ем жүргізіледі, сосын жалпы ем жүргізіледі. Оны жүргізетін лор дәрігері. Сондықтан да осы жаңағы педиатр міндетті түрде лор дәрігерінің кеңесін алу керек. Түсінікті. Аденоидтан емделу қанша уақытта алады? 15 күн, 1 ай? Қанша мөлшерде емделіп шыға алады бала? Егер де операция жасайтын болса, ол жоспарлы түрде операция, міндетті жоспарлы түрде өтеді. Ол дайындалып келеді, уже поликлиникадан дайындалып келеді, больницаға жатады, стационарға жатады. Стационарда бірден операция жасалынады, 1 аптаның ішінде науқас шығады, жазылып шығады. Уже ары қаратай науқастың тынысы, баланың тынысы, мұрын арқылы тынысы жақсарады. Бірақ аденоид қайтадан өсуі мүмкін. Операциядан кейін қайтадан өсуі мүмкін, кей жағдайларда. Ал аденоидит деп отырғанымыз ол басқа. Ол мұрын жұтқыншақтың қабынуы. Мұрын жұтқыншақта орналасқан бездің қабынуы. Ол өте ата-ананың жаңағы ыждағатты түрде баланы емдеумен байланысты. Егер де мұрын арқылы тамшылар тамызып, мұрнын қайта-қайта жуып отырса, онда жаңағы аденоидитті, созылмалы аденоидитті емдеп жазып алуға болады. Бірақ дегенмен де осы аденоидит жиі-жиі қайталануы мүмкін. Неге жиі-жиі қайталанады? Себебі науқаста қосымша иммунитеті төмен түсу болуы мүмкін, немесе науқаста анемиясы болуы мүмкін. Егер де сондай жағдай болатын болса, онда міндетті түрде иммунологқа қаралу керек, немесе гематологқа қаралу керек. Баланы жаңағы емдеу керек. Қосымша тағы да басқа мамандардың
емдеу қажеттік болады. Яғни бұл жерде ата-ананың бала денсаулығына бейжай қарамауынан бейжай қарамау керек. Қымбатты көрермен, осы тұста әріптесім дайындаған жаңа біз айтып өткен аденоид ауруының негізгі белгілері мен диагностикасына айналған бейнесюжетке назар аударайық. Аденоид мұрын жұтқыншақ бадамшаларының негізін құрайтын лимфалық тіннің түзілуі. Бадамшалар жұтқыншақ пен мұрын қуысынан қосылған жерінде орналасқандықтан оларды жай қарағанда көру мүмкін емес. Сол себепті мұрын жұтқыншақ бадамшалары арнайы лор құралдар арқылы тексеріледі. Аденоидты өскін 1 жастан бастап 14-15 жастағы балалар арасында кең таралған ауру. Көбінесе бұл ауру 3 пен 7 жас аралығындағы балаларда жиі кездеседі. Соңғы кездері ауру сәбилерде де байқалуда. Балалардың ауруға шалдығуы ортаңғы құлақтың қалыпты физиологиясының өзгеріп, баланың есту қабілетінің бұзылуына алып келіп соғады. Қалыпты жағдайда сыртқы атмосфералық қысым мен ортаңғы құлақ қуысындағы ішкі қысым арасындағы айырмашылық есту түтігі арқылы реттеліп отырады. Ұлғайған мұрын жұтқыншақ бадамшылары есту түтігінің жолын бөгеп, ортаңғы құлаққа ауаның еркін өтуіне кедергі келтіреді. Осының нәтижесінде дабыл жарғағы өзінің қозғалтқыштығынан айырылады. Жиі салқын тигеннен болатын ауру түрі. Мұрын қуысының қалыпты физиологиялық жағдайы мұрынмен еркін тыныс алу. Әдетте мұрынның шырышты қабығы мен мұрынның қосалқы қуысы бактериялардан, вирустар мен басқа да ауру тудырушы факторлардан тазартатын шырыш түзеді. Егер де балада оның тыныс алуына кедергі келтіретін аденоидтар бар болса, онда шырыштың ағып шығуы қиындап, инфекцияның дамуы мен қабынба ауруларының пайда болуына қолайлы жағдай жасайды. Аталмыш ауру мұрынмен тыныс алуға кедергі келтіре отырып, қабынба ауруларды тудырып қана қоймай, сонымен қатар өзі де бактериялар мен вирустардың тіршілік ортасын айналады. Сондықтан мұрын жұтқыншақ бадамшаларының тіні әдеттегідей созылмалы қабыну жағдайында болады. Мұрынмен тыныс алу қиындаған кезде адам ағзасы 12-18%-ға дейін оттектен тапшылық көретіндігі дәлелденген. Сол себепті ауру салдарынан тыныс алу нашарлаған балада үнемі оттегі жетіспеушілігі байқалады және де ең әуелі бас миы зардап шегеді. Ауруға шалдыққан баланың бет қаңқа сүйегінің өсуі байқалады. Бұл өз кезегінде сөйлеудің қалыптасуына теріс әсер етуі мүмкін. Бала кейбір әріптерді дұрыс айтпай, көбіне мұрыннан сөйлейді. Аурудың ұлғаюына байланысты онда созылмалы қабыну үрдісі жүреді. Соның салдарынан үнемі шырыш немесе ірің пайда болады. Ол ауырлық күшінің әсерінен төмен жатқан тыныс алу жүйесінің бөліктеріне түседі де, олардың шырышты қабығы арқылы өтіп, ісіп қызару үрдісін, яғни жұтқыншақтың қабынуы, көмейдің қабынуы, кеңірдектің қабынуы және бронхтың қабыну ауруларын тудырады. Бұл ауру вегетацияның салдарынан пайда болатын бала ағзасындағы ең айқын көрінетін және жиі кездесетін аурулар болып табылады. Негізінен ауру салдарынан туындайтын патологиялық өзгерістердің ауқымы бұдан да кең. Оның қатарында қан құрамының өзгеруі, нерв жүйесі дамуының бұзылуы немесе бүйрек қызметінің бұзылуы да кіреді. Әдетте осы белгілердің біреуінің болуы науқасқа диагноз қойып, емдік шараларын жүргізу үшін әбден жеткілікті. Сондықтан егер сіз балаңыздан осы аталған белгілердің біреуін тапсаңыз, көп кешіктірмей лор дәрігеріне қаратқаныңыз жөн. Ақниет Ерболатқызы, арнайы желіде 103 үшін. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Эфирде желіде 103 бағдарламасы. Біз өз эфирімізді тікелей эфирде жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі біздің эфир тақырыбы құлақ, мұрын, тамақ ауруларына арналды. Бүгінгі таңда, қазіргі таңдағы аурулар легі туралы және де балаларда қандай аурулар кездеседі, емдеуі, диагностикасы турасында біз бірнеше мағлұмат бере өттік және де осы тұста бізге келген сауалдарымыз бар екен. Ендеше Ғайнижамал ханым, саламатсыз ба? Острый, средний, гнойный отит туралы айтып берсеңіздер жақсы болар еді. Бізде жедел іріңді ортаңғы отит, яғни жедел іріңді ортаңғы отит деп отырғанымыз ортаңғы құлақтың жедел қабынуы болып есептелінеді. Негізі ортаңғы құлақтың қабыну аурулары, ол өзінің сатылары бар жүретін. Солар ең бірінші бізде катаральды сатысы, одан кейін барып іріңді сатысына ауысады. Жедел іріңді ортаңғы отиттердің негізгі клиникалық белгілері бізде құлақта іріңді бөліністердің бөлінуі, естуінің төмендеуі, сондай симптомдармен жүргізіледі. Яғни бұл бастапқы уақытта іріңді отиттер мұрынмен байланысты болып есептелінеді. Яғни балалар немесе ересектер тұмаумен немесе жедел вирусты респираторлық аурулармен ауырғаннан кейін олардың асқынуы ретінде құлаққа қарай осы бактериялардың, вирустардың енуі мүмкін.
Сол кезде құлақта ең бірінші ауырсыну сезімі туындайды, және дискомфорт, және де құлақта бір сұйықтықтың жиналып тұрған сияқты сезімі болуы мүмкін. Яғни бұл кезде біз бұл отиттің ең бірінші сатысы болып есептелінеді, катаральды сатысы деп айтамыз. Бұл кезде жаңа дабыл жарғағанда қызару, пациентті қатты ауырсыну, ұштатпайтын дене температурасының көтерілуі мүмкін, жалпы әлсіздік, сондай қосымша симптомдармен белгі беруі мүмкін. Одан кейін бізде пациенттер жаңағы өздері емделмей, ешқандай жаңағы өздігінен ем жасаумен жүріп, жаңа жылы басып құлақтарына. Солай өздері емдегеннен кейін ол ары қарай іріңді отитке ұласуы мүмкін. Яғни бізде жаңағы ортаңғы құлақта жиналып тұрған сұйықтық сол жерде іріңге айналады дағына, дабыл жарғағын жарып, сыртқа қарай шығады. Яғни ол кезде уже пациенттердің құлағындағы ауырсыну басылады, бірақ та жаңағы іріңді бөліністердің шығу және де естуінің төмендеуі пайда болады. Яғни бұл жаңағы іріңді отиттерді үйде емдеуге болмайды, яғни міндетті түрде лор дәрігермен қаралу керек, өйткені бізде жаңағы сыртқы есту жолының әркімде әртүрлі орналасқан болуы мүмкін. Соған байланысты пациенттер тек қана жаңағы құлақ тазалайтын таяқшамен тек бер жағында ғана іріңді ғана тазалап, ар жағындағы іріңдерді тазалай алмауы мүмкін. Және де құлағына кез келген жаңағы дәрілерді тамыза берудің қажеті жоқ. Яғни бізде дәрігерлер тағайындайды. Жаңағы құлаққа арналған арнайы құрамында антибиотиктері бар, именно осы іріңді отиттерді емдеуге арналған тамшылар бар, және де олардың өздерінің дозасы бар, яғни күнделікті қанша мезгіл тамызу керек, және де қанша тамшы тамызу керек, соларды дәрігердің кеңесі арқылы жасаған дұрыс болып есептелінеді. Түсінікті, яғни дәрігерге міндетті түрде қаралу керек, егер де отит болатын болса. Егер де құлағында іріңді бөліністер болатын болса, өзі міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Өйткені ол кейіннен кейін асқынуларға алып келуі мүмкін, яғни бізде жаңа айтып кетті, созылмалы мезотимпанит, эпитимпанит деген сияқты соларға алып келіп, пациенттің кейін естуінің төмендеуіне де алып келуі мүмкін. Яғни бұл іріңді отиттердің ақыры. Түсінікті. Және де тағы бір сұрақ келген екен, аудио хабар арқылы тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, қалайсыздар, амансыздар ма, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Не ол үлкен адам еді, анамыз 81-де. Жөтелі кетпей жатыр, жөтелі. Тивазелин алды, укол алып еді, уколға да кетпей жатыр, дәрілер жіберіп кетпей жатыр. Не істеуге болады, айтып жібересіздер ма? Сарқыт ханым. Участковый терапевт деді ол, өзінің жергілікті қаралатын дәрігері. Соны шақыру керек, сосын анасын рентгенография легких дейді, соған түсіру керек міндетті түрде. Соны қарап, рентгенді қарау керек, өкпе рентгені, соны қарау керек. Сосын ары қаратай белгілі болады. Яғни ем жүргізу үшін арнайы дәрігерлер. Жеке өзінің жеке емханасы, яғни елді мекен тұрғылықты жеке емханасына баруға болады, иә? Болады. Сосын рентген міндетті түрде жасау керек, өкпе рентгені. Түсінікті. Енді бізде бірер минуттар қалған екен, осы тұста мұрын ауруының гигиенасына тоқталайықшы. Қалай тазалаймыз? Қандай емдеу шараларын жүргізе аламыз? Күнделікті үй жағдайында қалай гигиена сақтай аламыз мұрынға байланысты? Яғни мұрынды, яғни бізде патологиялардан сақтау үшін мұрын қуысын тек күнделікті шаю жүргізуімізге болады. Және де мұрын қуысын қайта-қайта тазалай берудің де ешқандай несі жоқ, қажеттілігі жоқ. Өйткені деген мұрын қуысында шырышты қабаттар орналасқан. Біз шырышты қабаттарды әр тазалаған сайын, мысалға сумен шайған сайын, немесе тағы басқа тұзды ерітінділермен шайып жатады ғой пациенттер, солармен шайған сайын, немесе қолмен тағы басқа инструменттермен тазалаған кезде мұрынның шырышты қабаттарын зақымдап алуымыз мүмкін, яғни мұрынның қанап кетуі мүмкін, немесе жаңағы кіле қабатында жарақаттардың пайда болуына алып келуі мүмкін. Сондықтан да мұрын қуысын тек күнделікті 1-2 рет қана шайып, үйде күнделікті сумен шаюға болады. Ал ешқандай мұрынның бітелуі, болмаса мұрынмен тыныс алудың қиындауы, ондай шағымдар болмаса, мұрынға артық тұзды ерітінділермен шаю, басқа да тамыр тарылтатын спрейлерді шашудың қажеті жоқ. Түсінікті. Рахмет көп-көп. Сарқыт Қожантаева, Ғани Жамал Оралбай, сіздерге үлкен алғыс білдіреміз, себебі эфир өте пайдалы болды деп ойлаймыз. Амандықта жолыққанша, қымбатты көрермен, біз эфир соның ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеп аяқтаймыз. Амандықта жолыққанша.